Бәріңе сәлем. Бүгін мен сендерге қалай ойнауды, қалай ойын жазуды, яғни компьютерге соны үйрететін боламын. Компьютерді дайындап интернетке қосып отырайық. Бұл слабый, яғни әлсіз компьютер ноутбуктарға да жарай береді. Видеоға кеттік. Бізге екі программа керек болады. Өздерің жазу білетін болсаңдар, білмесеңдер үйретемін. Осы сайтқа кіреміз. Googleға mTorrent деп жазсаңдар шығады. Бұл жерде mTorrent Classic, ал бұл жерде Basic. Болды, сізде жазылды. Енді орнату қалды. Next, H, accept, next. Дәл осы параметрмен next болды. Енді торрент жазылды. Айтпақшы, торрент дегенне соған тоқталып өтейін. Торрент орысшасы міне, қазақшасы файлды алмасу жүйесі дейді. Өте үлкен, яғни объемный файлдарды жүктеуге, бөлісуге болады дейді. Осымен болды. Келесі программаға кеттік. Келесі программаны жазбас бұрын проварник мой компьютер и тінтуірдің екінші жағы свойства сендерде осындай окно ашылады, немесе параметрдан ашылады. Сонда қанша тип системада 64 болса 64, 32 болса 32 екенін есте сақтаймыз да мына сайтқа кіреміз. Googleға WinRAR на ПК деп жазсаңдар шығады. Астыға түсіп русский 64 или 32 соны жазып аламыз. Жаңаға көрсеткен окнодан шыққан тип система бойынша и жазылған соң ашамыз да установить, выключить-ні басып, сол жақ барлық галочкаларды қосып аламыз. И готово болды. Сізде барлығы жазылды. Енді ойын жазу қалды. Енді сұрақ, ойынды қайдан жазамыз? Вирусы және жақсы ойындарды бір сайт бар. Googleға торрент игруха деп жазсаңдар шығады. Компьютер мықты мощный болса, кез келген ойынды жазсаңдар болады. Көп ойынды көтермесе, Googleға игры по фильтрам на ПК деп іздеймізде, кез келген сайтқа кіреміз. Мысал ретінде осы бірінші сайт платформыға переместить и ойын таңдап торрент игрухаға жазып көре берсеңдер болады. И компьютер немесе ноутбуктарың слабый болса, жаңағы сайтпен 2000-2005 ойындарды белгілеп переместить. Енді кез келген ойынның атын торрент игруха сайтымен поисқа жазу арқылы тауып жүктеп алып, оны торрентке салып, одан шыққан файлды WinRAR мен ашып, exe деген файлды тауып жазып ала берсеңдер болады. Осымен болды. Түсінікті болса лайк басып, қаласаң басқа видеоларымды қарап, ұнаса тіркеле өтіп, өз пікіріңді астыға жаза өт. Көріскенше.